Сәлем қыздар, мен бүгін ерекше дәмді, оңай, әрі тез жасалатын пирог түрімен бөлісемін. Бұл пирог бананды пирог деп аталады. Бұл пирогтың қамыры үшін бізге бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, құмшекер, разрыхлитель және де ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды, жұмыртқа, құмшекерді салып, жақсылап араластырамыз. Ал енді разрыхлитель мен ұнымызды салып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып демалдырып аламыз. Қамыр дайын болғанша біз начинкасын дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға қаймақ, жұмыртқа, құмшекерді салып араластырамыз. Сосын үстіне жүгері ұнтағын немесе қарапайым ұнымызды салып жақсылап араластырамыз. Ал енді бағана дайындап қойған қамырымызды ыдысымызға орналастырып аламыз. Менде ыдыстың диаметрі 24 см. Орналасқан қамырымызды шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Сосын осы қамырымыздың үстіне бананды дайындап орналастырып шығамыз. Бананымыздың үстіне дайындаған начинкамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Менде пісіп шықты. Енді тоңазытқышта 2 сағат көлемінде тұруы қажет. Бізде ерекше дәмді бананды пирогымыз дайын. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментария жазып тіркеле кетіңіздер. Дайындап көріңіздер, ас болсын.